міне келесі дайындап алған 12 штукты міне көрдіңіздер, біз жаңада 24 штук дайындап алған болатынбыз. 12-сін істеп біттік. Енді келесі 12-сін қазір көрсетемін. Мынаны алып пайдаланамыз. Өткен сабақта қырқып алған едік, білесіздер, осыны аламыз да. Тек мына екі жағына ғана. Мына бір ұшына, мына ұшы менен, мына ұшы теңдей ұшқа келу керек. Бастырамыз. Бұл ашқан кезде осыған дәлме-дәл болып тұру керек. Міне қараймыз. Енді екіншісін мына жағына қоямыз. Міне екіншісін қойдық. Міне көрдіңіздер ғой, осылай кетті. Енді мына шетіне, екі шетіне ақты қойып, тура жаңағыдай етіп тігіп ала береміз. Міне мына жағын дәл осылай тігіп аламыз. Міне көрдіңіздер ғой, тура осылай мына жеріне қызылды қойып тігіп кете береміз. Өлшем алудың керекті деп айтайын, өлшемді кішкене алып қойсаңыз, ол тігуге жарамай қалады. Үлкен алып қойсаңыз, жай шығын болады. Сол себепті осылай алып тігіп кете беруге болады. Енді екінші қызылды біттік. Ашқанда міне осылай көрінеді. Сосын тағы да аламыз да, мына бір ұшына қоямыз. Тек мына екі ұшына ғана қоямыз. Екі жағына ғана. Жанына. Осылай. Енді екі басына ақты тігіп шығамыз. Шашақтан біттік. Енді ең соңғы ақтың тырнаша деп айтады, көбінде қойып шығамыз тырнашаны. Екі жағына да. Екі шетіне ағын қойып шығамыз. Ақ бітіп, енді қызылмен аяқтаймыз. Бір күн отырсақ, негізі қолымыз үйреніп қалады. Шаш төртіге бастаймыз, өзімізге қарап қуанып қаламыз. Менің қолымнан осындай дүние шықты ма? Көз қорқақ, былай қараған кезде мен қолымнан мұндай келмейді, мен тіге алмаймын деп қаламыз. Тігуге болады. Енді айналдыра шетін басылып шығамыз. Осылай айналдыра тігіп шығамыз. Сосын бірінші